Саламатсыздар ма? Бұл Нұрорда ТВ және бастауыш сыныптар ұйымдастырған интеллектің көрмесіне қош келдіңіздер. Интеллект сабаққа ойнайды, өйткені интеллектта бізге өте қиын және жақсы тапсырмалар береді. Интеллектум ойындары бұл адамның, жасөспірімнің ойлау жүйесін шыңдайтын өте бір керемет құрал. Қазіргі кезде технологиялық жетістіктер адамға барлық жағдайды жасап отыр. Қазіргі жасөспірімдер көп жағдайда ойланғысы келмейді, өйткені қолдарында компьютер бар, қолдарында және калькулятор бар, барлығын солардың көмегімен есептегісі келеді. Ал негізінен алғанда осындай зияткерлік ойындар арқылы біз сол жаңа заманның ойсыздық дертінен ұшырату қаупінен біз сақтандыруымыз керек. Маған интеллект сабағы ұнайды, өйткені анда ойынды жақсы жүргізеді. Маған әсіресе кубик деген ойыны ұнайды. Сол жерде кейде қиынырақ болады, бірақ мен оларды үйреніп қаламын. Бүгін үлкен хан шатырдың астында балалармен бірге келдік, оқушылармен. Интеллектум сабағы бойынша көрме ұйымдастырылған екен. Балаларымыз өте қызығушылық танытып, ойнап, бұл пәннің өте сондай балалардың ой өрісін дамытуда маңызды екеніне біздің көзіміз жетіп тұр. Балалар әсіресе бұл пәнге өте асығып, аптасына бір рет болатын пән болса да асығып өте күтеді. Міне бүгінгі көрмеде соның дәлелі болып тұр. Балалар жан-жаққа шашырап, ойынның неше түрлісін ойнап, қызығушылық танытып жатыр. Бұл ойын, интеллектум сабағы балаларға өте маңызды, керек. Ой өрісін дамытуына, балалардың жаңағыдай терең ойлауына, балалардың қисынды ойлауына өте керек пән деп ойлаймын. Бізге